Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай жұп-жұқа, өте дәмді болып шығатын құймақтардың рецептісін бөлісетін боламын. Егер сіздерде құймақтар дұрыс шықпай жүрген болса, дәл менің рецептіммен әзірлеуге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз жұмыртқамызға қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Біздің жұмыртқамыз осылай беті көпіршіктеніп, ағарып, жақсылап араласу керек. Енді біз үстіне шым-шым тұзымызды қосамыз. Мен кішкене дәм беру үшін ванилин қостым, бірақ ол міндетті емес, сіздер қоспасаңыздар да болады. Барлығын блендерменен жақсылап араластыру қажет. Егер сіздерде блендер болмаса, венчикпен шайқасаңыздар болады. Блендердің болуы міндетті емес. Ендігі кезекте үстіне суымызды құйып, тағы да араластырамыз. Осы қоспамыздың бетіне ұнымызды міндетті түрде ситадан өткізіп, жарты бөлігін алдыменен қосып аламыз. Араластыратын кезде блендерді бірден қоспаңыздар, алдымен осылай шайқап, содан кейін қосу қажет. Ендігі кезек жылы сүтімізді үстіне құйып, тағы да араластырамыз. Ең соңында біз ұнымызды толығымен қосып, қоспамызды тағы да жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте біз қоспамызға сұйық майымызды бірден барлығын құйып, барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Мінекей достар, біздің қоспамыз осындай болу қажет. Қатты сұйық емес, қатты қою емес. Сұйықтығы судан кішкене қоюлау екені араластырғанда өздеріңізге білінетін болады. Міне дәл видеодағыдай жақсылап қарасаңыздар, сіздерге байқалады. Енді біз пісірмес алдын табамызды орташа отқа қойып қыздырып аламыз, және де ең алғашқы пісіретін құймағымыздың астын осылай сұйық маймен майлап алуымыз қажет. Сол кезде біздің құймақтарымыз күймей, әдемі болып пісетін болады. Құймағымыздың жан жағы кішкене қызара бастаған кезде екінші жағына аударамыз. Құймақтың бірінші жағынан екінші жағы өте тез піседі. Сол себепті
кішкене қарап тұрыңыздар, күйіп қалмас үшін. Міне өте жұмсақ болып шығып жатыр. Егер сіздерде құймақтарыңыз дұрыс болмай шығып жүрген болса, міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Шын мәнінде де өте жұмсақ, өте дәмді, тәтті болып пісетін құймақтың рецептісі. Мен бұл рецептіні өте ұзақ іздедім және соны таптым. Енді сіздермен бөліскім келеді. Міне видеоға қарап тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, жыртылмайды, сынбайды. Жақындарыңызды осылай әзірлеп, құймақ әзірлеп қуантсаңыздар болады. Міне достар, менің бүгінгі рецептім осы. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына мен өте сенімдімін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.